Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы суды үнемдеу. Мақсаты суды үнемдеу туралы мәлімет оқу, суды үнемдеу туралы пайдалы кеңестер жазып үйрену. Прочтете информацию об экономии воды и научитесь записывать полезные советы по экономии. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздеріне тоқталайық. Текше метр, кубический метр. Ауыз су, питьевая вода. Үнемдеу, сохранить, либо беречь. Суды қалай үнемдеуге болады? Сол туралы айтып көрейік. Как можно сэкономить воду? Подумайте. Жарайсыңдар балалар, өздерің тексеріңдер. Крандағы суды себепсіз ағызып қоюға болмайды. Суды үнемдеуді үйрену керек. Күнде ваннаға жуына бермей, арасында душқа түсу керек. Себебі су көп кетеді. Сол сияқты кранды ашып қойып, тіс жууға болмайды. Үйдің маңындағы бау-бақшаны суарғанда құбыршекті қараусыз тастап кеткен дұрыс емес. Не оставляйте кран открытым. Вам следует научиться сэкономить воду. Не принимайте ванну каждый день, а принимайте душ между ними, потому что нужно много воды. Точно так же не следует чистить зубы при открытом кране. Нехорошо оставлять шланг для полива без присмотра в огороде после дома. Оқушылар, сендер білесіңдер ме? Су тіршілік көзі. Сусыз жер бетінде тіршілік болмайды. Күнделікті тұрмыста адамдар суды көп мөлшерде қолданады. Мамандардың айтуынша, бір адам тәулігіне 500 литрге дейін су жұмсайды екен. Сонда 500 мыңдай тұрғыны бар елді мекен тәулігіне қанша текше метр су қолданады? Жер бетінде ауыз су қоры мүлде аз екенін де ұмытпа. Неліктен суды үнемдеу керек екен? Назар аударайық. Ыдысты кран астына жума, көлікті құбыршекпен жума, ваннаға суды көп толтырма. Оның барлығына. Себебі су көп кетеді. Кранды ашып қойып, тіс жуу дұрыс емес. Ауыз суды кір жууға қолдану дұрыс емес. Өйткені су ысырап болады. Оқушылар, есте сақтаңдар. Краннан суды көп ағызба. Не открывайте кран без конца. Кранды ашып қойып, тіс жуу дұрыс емес, өйткені су көп шығын болады. Нехорошо чистить зубы при открытом кране, так как вода будет потрачена зря. Запомните. Келесі тапсырма. Берілген сөз тіркестерін қолданып, сөйлем құраңдар. Следующее задание. Используя данные словосочетания, составьте предложение. Тамаша. Өздеріңді тексеріңдер. Постерге қарап, суды қалай үнемдеуге болатынын айт. По данному постеру расскажите, как можно сэкономить воду. Тамаша. Өздеріңді тексеріңдер. Иә, балалар, бүгін сабақта суды үнемдеу туралы мәлімет оқыдыңдар. Суды үнемдеу туралы пайдалы кеңестер жазып үйрендіңдер. Үйге тапсырма. Өз постеріңді жаса. Постерге суды үнемдеу туралы кеңестер жаз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Назарларыңа рахмет.